Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, дәмді духовкада пісетін мини пицца дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жылы сүтті ыдысқа құямыз. Сүтке тұз, дрожжи, сұйық май және жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін шетінен електен өткізілген ұнды қамыр кішкене қоюланғанша қосамыз. Басында шетіне қосамыз ұнды. Содан кейін қамыр қоюланғаннан кейін қолымызбен илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, қолға да қатты жабыспайды. Қамыр жақсылап илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне 1 сағат тұрды, қамыр кішкене көтерілді. Енді осы қамырды бірдей бөліктерге бөлеміз. Бірдей бөліктерге бөліп, илейміз жаңағы бөліктерін. Бөліктерін илеп, қойып, және үстін орамалмен немесе салафанмен 10 минутқа жауып қоясыздар. 10 минуттан кейін салафанды алып тастап, енді мини пицца салу үшін қамырды дайындаймыз. Ол үшін жаңағы елеген қамырды алып, стаканның астымен басамыз, жаңағы ортасына салмасын салу үшін углубление жасаймыз. Енді осы қамырға мен деген кетчуп пен майонезді араластырып, ең бірінші жағамын ортасына. Пияз қосамын. Содан кейін пияздың үстіне колбаса саламын. Және помидор саламын. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Міне осындай пицца болып шықты. Енді екінші пиццаны жасаймыз. Тура солай қайталаймыз. Және біріншісінде мен шетіне жұмыртқа жағуды ұмытып кетіппін. Шетіне жұмыртқа жағамыз міндетті түрде. Және ортасына майонез бен кетчупты араластырып саламыз. Оның үстіне колбаса, помидор. Осы пияз салған жоқпын. Тура осындай міне пицца болып шығады. Енді тағы да барлық пиццалар тура солай қайталаймыз. Мен пиццалардың жартысына пияз салдым, жартысына салған жоқпын. Міне мини пиццаларды май жағылған формаға салдым. Қазір енді духовкада 30 минут пісіремін. Сол уақытта мен сырды теркадан өткізіп аламын. Мен осылай теркадан өткізіп, мен 30 минуттан кейін жаңағы пиццаларды духовкадан алып, үстіне теркадан өткізілген сырды саламын. Тағы да 5 минут духовкада пісіремін. Содан кейін кішкене сыр еру керек. Міне 5 минут пісті духовкада, мини пиццаларымыз дайын, өте жұмсақ дәмді болып шықты. Ас болсын.